Мен Тараз қаласы номер 52 бастауыш мектебінің 3-ші сынып оқушысы Мейірбек Динамын. Менің ғылыми жобамның тақырыбы зімбірдің емдік қасиеті. Кішкентай ғана бірақ зімбір арқылы біз ауыр әрі күрделі дерттерге қарсы тұра аламыз. Оны тек дертке шипа ғана емес, адамны күнделікті өмірде де пайдалануға болады. Енді зімбірдің құрамына келетін болсақ, зімбірдің сабағы тік 1 метрге дейін және ет жеңді құрамында эфир майлары болғандықтан хош иісті болады. Жапырақтары сары, қызғылт, қоңыр, күлгін түсті кезекпен орналасады. Жемісі 3 жармалы қауашақты. Зімбірдің құрамында эфир майлары, кальций, цинк, йод, аскорбин қышқылы А, В1, В2, С дәрумендері бар. Зімбір медицинада түрлі емдік дәрі-дәрмектер мен шайлар жасайды. Зімбірді кейбір тағамдар мен кондитер тәттілеріне дәмді қылу үшін пайдаланады. Енді зімбірдің адам денсаулығына пайдасына келетін болсақ, зімбірдің емдік қасиеті иммунитетті нығайтады, сүйек ауырсынуын басады, ми жұмысын жақсартады. Тұмауға қарсы тырнақты қатайтады, бет терісіндегі безеуге жақсы, қан құрамындағы қант мөлшерін реттейді, рак ауруына қатерлі ісікке жақсы және қан қысымын жақсартады. Бүгін мен сіздерге зімбірден шаш өсіруге арналған маска, бет күтіміне арналған маска және емдік шайды дайындап көрсететін боламын. Ол үшін бізге зәйтүн майы, зімбірдің ұнтақталған түрі, шай, сүт және сарымсақтың ұнтақталған түрі, бал, лимон керек. Зімбірдің құрамында бет терісіне арналған дәрумендер мен қышқылдар бар. Олай болса, біз қазір бет терісіне арналған маска жасаймыз. Ол үшін бізге ұнтақталған зімбір, бал және сүт керек. Сүттен ас қасықтан 1 қасық саламыз. Одан кейін балдан 2 қасық. Содан ұнтақталған зімбір саламыз, шай қасықтан 2. Араластырамыз. Біздің маскамыз дайын болды. Бұл масканың пайдасы өте зор. Бұл масканы аптасына 1-2 рет жаққан жөн. Бұны 10-15 минуттан кейін жылы сумен шаямыз. Енді менің екінші тәжірибемде шашқа арналған маска жасаймыз. Ол үшін бізге су, ұнтақталған сарымсақ, зәйтүн майы және ұнтақталған зімбір қажет. Енді біз ас қасықпен судан 1 қасық, ұнтақталған сарымсақтан 1 қасық, зәйтүн майынан 1 қасық ас және ұнтақталған зімбірден 1 қасық. Араластырамыз. Біздің маскамыз дайын болды. Бұны шашқа жағамыз. Шашты жұмсартады, жылтыратады және өсіреді. Бұл масканы құрғақ шашқа жағамыз. Бұны 20-30 минутқа қалдырып, өзіміздің күнделікті жуып жүрген су сабынымызбен және жылы сумен шаямыз. Менің үшінші тәжірибемде денсаулыққа өте пайдалы
зімбірден жасалатын шай дайындаймын. Ол үшін бізге ұнтақталған зімбір, шай, бал және лимон қажет. Ең алдымен шайнекке шай қасықпен ұнтақталған зімбірді саламыз. Бұдан кейін шайды одан кейін балды лимон саламыз енді. Енді үлкендердің көмегімен шайнекке ыстық суды құямыз. Міне, біздің емдік шайымыз дайын болды. Бұл қыстың күні суықтағанда денсаулыққа өте пайдалы. Зімбірден тек емдік шайы ғана емес, сонымен қоса кондитерлік тәттілер де жасауға болады. Мысалы, зімбірден жасалған печенье және зімбірден жасалған мармелад жасауға болады. Зімбірдің емдік қасиеті тақырыбы аясында мен ұсынған ұсыныстар сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.